Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге өте дәмді әрі витаминдерге бай болып келетін қойдың шиқарынан жасалған ыстық салатымыздың рецептісін ұсынатын боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз болады, достар. Алдымен ішек қарнымызды тазалап жуып, шайып, осылай өріп, тұз сеуіп 5-10 минутқа қалдырамыз. Сосын бір рет қайнатып, суымызды төгіп, екінші суымызды құйып, қайнатып, пісіріп аламыз. Мен мына жерде 80-90% пісіріп алдым. Осылай сүзіп, салатымызға дайындап қоямыз. Міне салатыма керекті заттар әрине шиқарын, тәтті болгар бұрышы, 3 дана сәбіз, 2 пияз, 1 сарымсақ қажет болады. Көріп тұрғандарыңыздай, қарында осылай ірі етіп, ұзынша етіп турап жатырмын. Өз қалауларыңызша турасаңыздар болады. Ішекті осылай өріп турасаңыздар, салатқа әдемі көрініс береді. Бәрін осылай ұзынша етіп турадым. Егер де сізге осы ішек қарынның дәмі ұнамайтын болса, осындай кептірілген аскөктер арқылы дәмді етіп алсаңыз болады. Міне қарнымызда туралып бітті. Енді тәтті болгар бұрышында осылай ұзынша етіп тураймыз. Көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай бір болгар бұрышын 5-6 бөлікке бөліп тураймыз. Пиязды өз қалауларыңызша турайсыздар. Сарымсақты ірі етіп турадым. Сәбізді осылай үккіштен өткіздім. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай істесеңіздер болады. Қолмен, тақтаймен турасаңыздар да болады. Осылай өткізсеңіздер де болады. Міне бәрін турап, салатымның салмаларын бәрін дайындап қойдым. Көкөністерім де дайын. Енді қызып тұрған 150 грамм майға туралып дайындалған ішек қарнымызды салып, қуыратын боламыз. Қатты күйдіріп, қызартып қуырудың қажеті жоқ. Үстінен пиязымызды саламыз. Дәл солай пиязымызды да шала етіп қуырып, оның үстінен сәбізімізбен тәтті болгар бұрышын қосамыз. Сосын түсін әдемі ету үшін паприка саламыз. Және аскөктерімізді саламыз. Лавр жапырағы, кептірілген укроп қосамыз. Міне бәрі қуырылды әдемі. Енді үстіне 150-200 грамм қайнаған су құйып, 30 минут 40 минутқа демдеп қоямыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Асымыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Мақпал.